Ассалаумалейкум оқырмандар, осындай жазғы мезгілде резискамен оп-оңай жасалатын салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қараңыздар. Ол үшін бізге қияр, жуа, укроп, жұмыртқа суға піскен резиска, тұз және майонез қажет болады. Ең алдымен резискамызды осылай видеодағыдай етіп кесіп алатын боламыз. Жұмыртқаны да дәл видеодағыдай етіп ұзынша етіп кесіп алатын боламыз. Қиярымызды да дәл солай кесіп аламыз. Жасыл жуа мен укропты да кесіп аламыз. Бұл ингредиенттерді қоспасаңыздар болады. Егер жақсы көрмесеңіздер, қоспасаңыздар болады. Осындай шұңғыл ыдысқа барлық ингредиенттерді салып алатын боламыз. Одан кейін тұзымызды саламыз, майонезімізді салып, жақсылап араластырамыз. Жасыл жуамыз бен укропымыздың кішкентай бөлшегін саламыз да, құттай бөлшегін алып қалатын боламыз. Осылай кез келген ыдысқа саламыз. Содан кейін жаңағы жасыл жуа мен укропты салып, әдемілеп ұсынатын боламыз. Осылай жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы, алдағы уақытта көптеген видеолар шығатын болады. Менімен бірге болыңыздар. Ассалаумалейкум.